Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қаттаманың осындай оңай әрі өте жұмсақ күшті болып шығатын рецептісімен бөлісемін. Неге осындай арасының барлығы пісіп, толыққанды өте шашырап күшті болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен өлшеп алған ұнымызға 1,5 ас тұз, 1 жұмыртқа және минералды, яғни газированный суымызды қосып, қаттылау қамыр илеп аламыз. Алдымен ыдысымызға басын біріктіріп алғаннан кейін столымыздың үстіне түсіріп, жақсылап кемінде бір 7-8 минуттай иін қандырып тұрып, жақсылап илейміз. Бетін пакетпен жауып, кемінде 20-25 минут уақытқа тындырып қоямыз. Нанымыз басында иленгенде қатты болғанмен кейіннен жұмсарып кетеді тыңғасын. Енді весімізбен 180-190 граммнан өлшеп аламыз. Қамырымызды жұп-жұқа қылып жаямыз. Осы кезде маргарин майымызды су буына қойып ерітеміз. Араластырмаймыз, 1 сағат бұрын қойып қойсаңыздар да болады. Судың буынан майы бөлек, суы бөлек ажырап шығатын болады. Ыдысымызға ерітіп алған майымыздың бетіндегісі май, астында ақ болып тұрғаны, ол бөлініп тұрған су, оны қоспаймыз, оны төгіп тастаймыз. Бетіндегі майын ғана жайлап аламыз. Қамырымызды бірден кейін жайып алып, содан кейін барып майлаймыз. Осы майлаған бетіміздің үстіне екінші қамырымызды қойып, видеодағыдай кесіп ораймыз. Бір-біріне сәйкестендіріп осылай жаямыз. Шеттері шығып кетсе ештеңе етпейді, майласаңыздар бірге оралып арасында кетеді. Екінші қамырымыздың бетіне де май жағамыз, және видеодағыдай ұзыншақ етіп кесіп, 2-2-ден видеодағыдай орап аламыз. Осындай арасы қабат болып, осындай болып шығады, майлы болып тұрады. Жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Холодильниктен алып, жұп-жұқа етіп, видеодағыдай жаямыз. Барлығының майы сіңіп, қатқан, жаюға өте ыңғайлы. Қатты жұқа қылып жібермейміз, 2-3 мм қалыңдықта жаямыз.
Енді табамызда щетканың көмегімен майды жағамыз, майды құйып салмаймыз, тек бетіне жағып қана отырамыз. Майды шылқытып құйып немесе үстінен құйып істеудің керегі жоқ, тек қана щетканың көмегімен жағып отырамыз, аз-аздан ғана. Екі бетін кемінде 4 рет, 5 рет осылай аунатып, толық арасы піскенше осылай майлап отырып пісіріп аламыз. Неке біздің қаттама нандарымыз пісіп шықты, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, осындай өте күшті болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.